бір блогер қыз келіпті. Неге олай? Құрмет деген сөз қолданбайды екенбіз де. Және де осы 16 миллионның ішінде не үшін мені таңдадыңыздар? Қай күн еді ол деп па? Жылдың басты мақсаты неде? Ассаламу алейкум. Мен өзімнің YouTube арнамдағы барлық айдарларды және де барлық контентті қазақ тіліне аударуға шешім қабылдадым. Сол себепті қазақ тілін дамытуға үлес қосқым келді. Соған себепкер болған YouTube құрылтай шарасы жақында болған, барлық YouTube блогерлармен жиналдық және де қазақ контентінің көбейіп жатқаны, қазақ блогерлар мен блогерлардың көбейіп жатқаны үлкен түрткі болды. Қазақ YouTube бар ма? Қазақ YouTube бар, я. Болмаса қазір осылай жиналмас едік қой біз. Қазақ YouTube-ында сізге ұнайтын ең бір 3 топ каналды айтып жүрсеңіз қандай? Біріншісі косплей. Супер келіншектің влогтары ұнайды. Сосын қазір енді бастап келе жатқан ол Айдана Ыбырай сіңіліміздің, яғни This is Halal деген кулинарный блог дейміз ғой. Яғни олар тек қана жасап қоймайды, бұлар YouTube-тың көрермендері, яғни олардың көрермендері құралай үшін және сол адам үшін, жеке тұлға үшін келеді. Және де екіншіден өзімнің Сәлем Travel тобымның жетекшісі Жасұлан Ғалымжанұлыдан кішігірім бір ішкі туризм және қазақ тілі туралы сұхбат алғым келді. Жалпы әрдайым саяхаттарда болса да, бос уақытта болса да, жиналыстарда болсақ та, сіз әрдайым қазақ тілін, тәрбие, қазақи тәрбие, рухани жаңғыруды бірінші орынға қойып жатасыз. Неге олай? Өзімнің өскен ортам, әке-шешем қазақи тәрбие алдым әке-шешемнен. Әжемнің қолында болдым, әжемнің тәрбиесін көрдім. Сол кісілердің көп айтатындары, көп айтылған сөздердің бәрі өзіміздің ата-бабаларымыздың айтып кеткен сөздері. Ол кезде, кішірек кезде қалай бар, қазір көптеген жастар қалай түсінеді, солай түсініп жүрдім. Одан кейін мектеп кезде әдебиетке жақын болып, сол сөздердің мағынасын түсіне бастадық. Сол себепті қолымдан келгенше қазақи контент болсын, қазақ тілін болсын, өзіміздің еліміз, жеріміз болсын, кез келген ортада болсын, айтып көтеріп жүруге тырысамын. Осы арқылы бір алдағы уақытта өзіміздің еліміз бар, тіліміз бар, тәуелсіздігіміз бар, тәуелсіз еліміз. Неге өзіміздің тілімізде сөйлемеске 100%-ға. Сәлем Travel'дың басты мақсаты неде? Бізде Сәлем Travel'дың ең алғашқы ең үлкен мақсаты ол ішкі туризмді дамыту. Ішкі туризмде көбінесе керемет жерлерде жолдар салынбаған, адамға бір комфорттар жасалмаған. Одан кейінгі мәселе біздегі тілімізді дамыту. Қазақ тілін көтеру десек болады. Өйткені бізде барлық реклама жағы болсын, кез келген жағынан қазақша клиенттермен сөйлесу болса да, біз бәрі барынша бағдарламалардың бәрін қазақша жасауға тырысамыз. Ойындарда бәрі қазақша, қазақи, рухани ойындар жасауға тырысып жатамыз. Жалпы Сәлем Travel халыққа жаңа не ұсына алады? Бізде ішкі туризм болғаннан кейін ішкі туризм айналып жатқан көп организацияларды білеміз. Олардың жұмысы тек апарып алып келумен ғана шектеліп жатады. Ал біздің мақсат тек апарып алып келу ғана емес, саяхатшыларымыздың рухани бір демалып қайтуын қамтамасыз ету болады. Және біз қазір кезде жаңа тематикалық рубрика ашқалы жатырмыз. Ол жерде жігітше сапар деп аталады ол. Ол жерде тек өзіміздің жігіттерге арналған сапар болады. Ол жерде бүркітшілік, садақ ату, теңгелеу деген секілді. Одан кейін бір күндік атпен тауға сапар, тауда қонып, бір нағыз бір жігітше демалысты ұйымдастыруға соған жұмыс жасап жатырмыз. Негізі Қазақстанның ішкі туризмінің болашағына сенесіздер ме? Және бір үлкен бір өзгерістер немесе бір қарқынды даму болады деп сенесіздер ме? Қазақстанның ішкі туризміне сенем. Себебі әлі ашылмаған, ешкім білмейтін керемет ғажайып жерлер бар. Сол жерлер ашылса, ішкі туризм дамыса,
Қазақстан ең туризмдегі ең алдыңғы қатарлы елдердің бірі болуы мүмкін. Көбінесе мен Сәлем Тревелмен де саяхатқа шыққанда, немесе жеке өмірімде де, Инстаграм парақшасында да менен көптеген адамдар Сәлем Тревел тобына қалай кірдің, қалай Сәлем Тревелдің мүшесі болып кеттің деп сұрап жатады. Қай күн еді ол деп па? Біздің ең алғаш қайыңдыға жасаған саяхатымызға мен бара алмадым, өкінішке орай. Сол кезде, содан кейін келген кезде жігіттерден естідім. Видео түсірген бір блогер қыз болды. Сол кісі ютубта каналы бар екен, соған салыпты деп, соны отырып, коллективпен отырып көрдік. Өте қатты ұнады сол кезде. Содан кейін ойладық, неге өзімізге алмасқа, неге шақыртпасқа деп. Сөйтіп, осы сізге айтып едік, бірден келістіңіз. Мотивацияны қайдан аласыздар? Әлихан Бөкейханов атамыздың айтып кеткен керемет сөзі бар: жаным тәнімнен шықпайынша қазаққа қызмет қылмай қоймаймын деп. Біздегі өмірлік ұстанымымыз, алға қойып отқан мақсатымыз дәл осы ұстаным. Елімізге, жерімізге қандай да бір пайдамыз тиіп жатса, тілімізге пайдамыз тиіп жатса, біз үшін ең үлкен жетістік, ең үлкен мотивация осы деп ойлаймыз. Уақытыңызды бөліп сұхбатқа келгеніңізге үлкен рахмет. Алдағы уақытта біз тағы да осындай сұхбаттар өткізетін боламыз. Лүпіл басып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше сау саламатты болыңыздар.